Машина бағасын ғой. Правамы жат машина болды. Кофе, кола и сүт. Жылу өткізгіштік. Мұғалімнің қызы. Машина бағасын ғой. Дейсің, мына жігіт жатып алды машина. Тұрғаны. Осыны санатта. Қай жылғы? 17 жылғы екен. Автомат коробка. Мынау Android па Нұрғас? Android кішкентай бір. Сол, күшті. Құтты болсын. Бірақ техосмотрда 200 деп жазып берді, правда? Оны андай қылып жазып бере береді ғой. Қалай жүрісі? Жүрісі зор. Жүріп көрдің ба? Жүріп көрмейміз ба? Или біраздан кейін ба? Жоқта. Қойш? Істеттім ғой, ертеңнен бастап қоямын. Болды онда ертеңнен жұмыс. Бұттан бұлай көрінеді. Теміз зор. Көрдіңдер Нұрғазы көрдіңдер. Артын орын Макен ғой менің аяғыма. Мен жатырым ғой. Аңғарсың емес, жатырым. Бак көрсін. Сор ғой. Ұзын бұл жер. Келді осындай. Пуштарт па? Пуштарт екен. Нафига так екен ол? Пуштарт одалдырды мустанг деймін ғой. Осындай. Зор өндірен жүрді ме? Қандай сан? Тағы да бір жаңалық. Қалаға тапсыр берейін. Қандай бал? Балың қандай? 40-тан 40. Потолок 10 минутта еще. Жайдан жай СБУда оқымайды ма жігіт? Машина деп ғой. Сілінген деді ғой. Не деген таппа ғой. Мынандай каботасын бір жерге. Амортизаторын мотор. Басқа сөз бересің ба? Ал жодан Ерғас. Права алдың енді. Правамы жат машина болды, көрдіңдер ма? Права алдың деп қойма, әлі амартыл 40-тан 40. Бірінші машина. Енді вождение бар. Китайский ғой, китайский. Корейский оқуасың ба? Китайский ғой. Заводчик жоқ. Шпаклюк толып берейін бе, шпаклюк? Ара. Болмаса бұрын? Шпаклюк бар десең. Не істедің? Автоспленген нәжді царапина бар екен. Сөйтіп, эксперт мырза. Астынан шірген толып. 2017-8 жыл бұрын болды ма не? Болмаса же питашкин деп әкеп көрсетейін ба? Асы же. 2017 жыл бұрын болды. 2017-тан не билеп жүрген ғой? Біз нами. Пусть теперь нас никто не найдет. Шашым бір түрлі болып тұр. Бүгін бірі Елдос келді. Міне келатыр, походу. Ассалау, өлі. Ассалау. Аллаға шүкір, жақсы аман есен, қалай жағдай? Блог жүріп жатыр ма? Түсіріп жатқан ғой, саған кішкене келгеніне орай. Жақсы ма? Шашы зор қылыпты ғой. Как раз осы видео пайдаланып сразу бере салайын достарды. Вот немецкий шоколад, немецкий шпеций. Бір таныстырып жіберсең, бұл не нәрселер? Бұл немецкий шоколад магазиндерден алынған. Мынау шпеций немістердің бір ғасырдан бері ішетін суы. Бір ғасыр? Бір ғасыр алдын шыққан. Ішінде кола, сүт, лимонның қышқылы. Сүт? Я, сондай бір ерекше сусын үшін. Қой, жатып алды. Сосын Парижден брелок. О, ема. Сосын. Рахмет. Жоқсы болсын, құдай қаласа. Бізге де Европа аралаудың нәрселесін қыдырып. Ират өте қатты қиын. Қалай екен жалпы? Керемет, өте керемет. Өмірге де көз алып. Барлықтарыңа сәлем. Түрім студент сияқты ма? Негізі студент емеспін. Мұғалімнің даже білмеймін, чуть-чуть волнение болып тұр. Қалай болады екен деген. Студенттерден бөлек басқа да мұғалімдермен контакт болады, коллегалармен. Солармен де бірінші контакт болады, жақсы болу керек. Кішігірім уайым бар. Адамдар рум-тур чек жасайды ше? Рум-тур, академияда. Мен де рум-тур жасаймын ба жұмыс орны. Бірінші кабинет, 5-ші курстарға беретін болдым. Бірінші кабинет, сондай кабинет. Тақтасы сәл кішілеу екен. Мен дәу болып жазамын сабақта. Студенттер әлі жоқ. Келе ма даже білмеймін. Тікелей Германияда келген специй деп жазылды, бірақ кімнің Елдостың өзі шпеций деп айтты. Сол айтылатын шығар Германияда, білмеймін. Ішінде кофе, кола и сүт деді. Соның маған да қызық, но айтты Германияда прям көп ішеді деді. Иісі спрайт аралас бір нәрсеге ұқсайды, естіп көріңіз. Спрайтқа ұқсайды. Мындай. Что-то сүтке ұқсайды, сүті барға ұқсайды. Түсінімдей, короче. Бисмилля. Что-то апельсинный да привкус бар сияқты, иә?
балалық шақтағы пепси мен байкалды араластырған сияқты. Балалық шақтағы пепсиміз бен байкалды білмеймін енді. Бірақ я қазіргі пепси мен байкалға тоже ұқсайды. Кола полный қара болады, мынау жарықтау. Ну, непрозрачный. Иә, қызылдау еще сәл андай. Қызылдан бар. Да, сүт дегенде может сүт емес, просто андай типа молочный карамельный дәм. Карамель. Карамельге ұқсайды, карамельге ұқсайды. Не жазылған? Ну, конечно, немісше жазылған. Дос, рахмет. Ұнады ма? Нормально. Лайк. Және сендей лайк басар егер мамамен осындай обзорымыз ұнаса. Енді де тағы бірдеңке. Иә, құдай қаласа. Так что шетелден келетін достар маған сувенир әкеліңдер бар. Сувенир емес, обзор жасайтын. Иә, обзор жасайтын заттар, иә. Негізі шоколадта еще болған, оны жеп қойдық қой. Шоколад үшін де отдельный рахмет. Бітесің шоколад. Жылда ертерек қайтатын болдым ғой. Бүгін 20 емес, отырайдам 10-ы, апаның туған күні. Бұл мұғалімдігім басталып кетті десе де болады. Ауызым тамағым қазір шаршап тұр. Сөйлей бергеннен. Бірақ жаман емес, бастамас әрине мен бір күткендей қызығандай. Роман жезгерт еткендей емес. 5-ші курс расписание әлі бітпеген. Жартысы жоқ, жартысынан көбісі жоқ. Кейбір группа толық келеді, кейбір группа вообще келмейді. Но думаю, бастамасы жаман емес. Норма ғой? Сендер норма, содан асу керек сендерді. Немесе соған тең болу керек. Сабақ болады. Сыртқы беті де керек па? Сыртқы беті де керек па бізге? Ненің? Сол кірпіштің сыртқы беті керек па? Жоқ, жылу өткізгіштік. Кәдімгідей оқыту процесін өшкіріп кеттім. Расписаниемді разобраться етіватырмын. Осы жылы, короче, 30 группа, бірінші курс архитекторларды. Арғақта расписание қағатын оқиғалардың мені бар, кәдімгідей ашып жатыр. Наезді болу керек, сабақ бүгін среда 11-де. Короче, пятницаға ауыстырып жатыр деді. Сағат 6:78-ге. Прикинь, 9-ға дейін сабақ дейді. Бұл нереальный нәрсе ол, по идее. Но көреміз енді, может өзгеріп қалады қой қаласа. Бумажный бала кетеді өте көп екен. И то мен біразын как бы нормальный болады. Барлықтарыңа рахмет, видеоны көргендерің үшін осы жерге дейін. Осындай кішігірім қарапайым блог болды. Менің өмірімде болып жатқан маңызды моменттер десе де болады. Және де осы моменттерден көргендеріндей кішігірім сәлгі график өзгеріп жатыр, уақыт, анау проблемалар бар, қиындықтар. Соның бәріне әзірге үйренішкенше дейін видеолар кішігірім аздау шығады десе де болады. Онсыздар көп шықпайтын еді.